Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге ағылшын тіліндегі ең маңызды конструкция going to деген конструкция туралы өтетін боламыз. Бастайық. Сонымен қарайық. Біз бұл конструкцияны қашан қолданамыз? Бірінші жағдай шешім қабылдап оны жүзеге асыратын кезде, яғни бір нәрсе жасағалы жатқанымыз туралы айтқан кезде біз going to деген конструкцияны қолданамыз. Екінші, дәл қазір нақты болатын іс-әрекетті сипаттау үшін қолданамыз, яғни біз сөйлеп жатырған кезде одан кейін бірнеше уақыттан кейін болатын іс-әрекетті сипаттау үшін біз going to деген конструкцияны қолданамыз. Мысалға, I'm going to watch TV this evening. Мен бүгін кешке теледидар қарағалы жатырмын. Түсінікті, иә? Енді going to конструкциясы қалай жасалынады, соған тоқталайық. Біріншісі, бізге to be етістігі керек. To be етістігі I am, you are, he, she, is деген соларды қолданамыз. Оған қосымша going деген сөзді қосамыз, одан кейін to деген предлогты қолданамыз. Осы үшеуі арқылы бізде going to деген конструкция жасалынады. Мысалға, I'm going to read a book. Мен кітап оқығалы жатырмын. Немесе he is going to watch TV. Ол теледидар қарағалы жатыр. Яғни зат есімнен кейін бізде to be етістігі жүктеліп тұр, одан кейін going to деген сөз, одан кейін барып етістік тұрады. Түсінікті, иә? Келесі. Going to конструкциясында сұраулы сөйлемді қалай жасаймыз? Яғни, сен бір нәрсе жасағалы жатырсың ба деп қалай сұраймыз? Ол үшін жаңағы to be етістігінің жүктелген түрін бірінші орынға жібереміз, одан кейін зат есімді қоямыз, одан кейін going to-ды өзін қоямыз. Мысалға, is he going to watch TV? Ол теледидар қарағалы жатыр ма деп сұрау үшін, яғни мына екеуінің орнын ғана ауыстырдық. Келесі, жауап берген кезде егер я деп жауап берсек, yes, he is. Себебі мына жердегі көмекші етістікті пайдалана отырып жауап береміз. Немесе no, he isn't. Жоқ, ол қарағалы жатырған жоқ. Келесі, болымсыз сөйлем жасау өте оңай. Ол үшін жаңағы конструкцияны дәл ешнәрсе өзгертпей қалдырамыз. Тек одан кейін to be етістігінен кейін оның қасына not деген сөзді қосып жазамыз. Мысалы, he is not going to watch TV. Ол теледидар қарағалы жатырған жоқ. We are not going to dance. Біз билегелі жатырған жоқпыз. Келесі, біз не үшін қолданамыз? Going to-ды біз 100% жасағалы жатырған іс-әрекетіміз туралы айтамыз. Яғни біз осы әрекетті жасауға 100% сенімді болсақ, біз going to конструкциясын қолданамыз. Егер де біз істі жасауымыз мүмкін, бізде жасамауымыз мүмкін, яғни 50-50% болса, онда біз may, might, немесе future simple шақтарын қолданамыз. Қараңыздар, going to-дан кейін мына to дегеніміз жалғау ретінде де қолданылады, және етістіктің алдында да қолданылады. Енді қараңыздар, going to-дан кейін біз to-ды жалғау ретінде қолданаламыз, және оны етістік алдында да қолданаламыз. Мысалға қарайық. I'm going to Астана. Мен Астанаға барғалы жатырмын. Яғни Астанаға деп айту үшін біз бұл жерде to-ды жалғау ретінде қолданып тұрмыз. Немесе I'm going to play. Мен ойнағалы жатырмын. Бұл жерде біз етістіктің алдында қолданып тұрмыз. Түсінікті? Яғни біз екі жағдайда бір предлогты қолдана береміз. Немесе I'm going to go to Алматы деген дұрыс болады, және I'm going to Алматы екеуінде мағынасы бір, және екеуі де дұрыс, екеуінде қолдана берсеңіздер болады. Бұл жерде яғни going деген өзі go деген етістік арқылы жасалынған, яғни екі рет бір сөйлемде қайталағанда тұрған ештеңе жоқ, бірақ көбіне I'm going to Алматы деген версиясы, варианты көбірек қолданылады. Келесі, сонымен going to-ды біз үш жағдайда қолданамыз, яғни бірдеңені жасау үшін іс-әрекетті сипаттау үшін, немесе бір болғалы жатырған іс-әрекетті сипаттау үшін, және бір жерге баратынымызды айту үшін going to, яғни барғалы жатырмын, істегелі жатырмын деп айту үшін қолданамыз. Мысалға, she's going to read a book. Ол кітап оқылғалы жатыр, яғни бір іс-әрекетті жасағалы жатыр деп айту үшін қолданып тұрмыз. Немесе they are going to Moscow. Олар Москваға барайын деп жатыр, яғни олардың іс-әрекеттерін сипаттау үшін қолданып тұрмыз. Немесе it's going to rain. Енді жаңбыр жауғалы жатыр, яғни дәл қазір бірнеше уақыттан кейін болатын іс-әрекетті, болатын құбылысты сипаттау үшін де біз is going to деген конструкцияны қолданып тұрмыз. Енді келесі will деген future simple-дің, яғни келер қарапайым келер шақпен going to жасағалы жатырмын деген конструкцияның айырмашылықтарына тоқталып өтеміз. Қарайық, бірінші I'm going to, яғни going to конструкциясын біз яғни I have decided to do something, яғни біздің шешім қабылдап қойып жасағалы жатырған іс-әрекетімізді айту үшін қолданамыз. Яғни бізде 100% шешім бар, яғни соны ертең жасаймын, қазір бірнеше сағаттан кейін жасаймын деп айту үшін going to конструкциясын қолданамыз. Мысалға, today I'm going to drive my new motorcycle, then I'm going to phone my best friend, and finally I'm going to read my favorite novel. Яғни мына қыз өзінің бүгінгі жоспарын айтып жатыр. Бірінші, мен жаңа мотоциклімді айдағалы жатырмын, одан кейін телефонмен досыммен сөйлескелі жатырмын, және ең соңында өзінің сүйікті кітабымды оқығалы жатырмын. Яғни осыны айту үшін біз going to конструкциясын қолдандық. Екінші жағдай.
яғни the situation now make us believe that, яғни бізде бір не бар, болжам бар және оған нақты дәлелдер бар. Сол іс-әрекет сипаттау үшін біз going to конструкциясын қолданамыз. Мысалы, look at those black clouds, it's going to rain. Яғни қазір жаңбыр жауғалы жатыр, ана қара бұлттарға қара, яғни біз prediction өзіміздің болжамымызды айтып тұрмыз, жаңбыр жауғалы жатырған екендігін. Себебі оған бізде 100% дәлел бар. Себебі бұлттар қара болып тұр. Немесе she is pregnant, she's going to have a baby. Оның аяғы ауыр, оның баласы болайын деп жатыр. Яғни оның баласы болатындығына біз 100% мына жерден дәлел көріп тұрмыз. Соны айту үшін біз is going to деген конструкцияны қолданып тұрмыз. Келесі, енді will, future simple не үшін қолданамыз? Бірінші жағдай, decisions at the time of speaking. Яғни біз сөйлеп жатырған кезде қабылдаған шешімімізді айту үшін қолданамыз. Мысалға, I left the door open, I will close it right now. Мен есікті ашық қалдырдым, енді мен оны қазір жабамын. Яғни дәл сөйлеп жатырған кезде қабылдаған шешімімді айту үшін мен will деген future simple'ды қолданып тұрмын. Немесе ресторанда, what would you like to drink? Не ішкіңіз келеді? I will have a cup of coffee, please. Мен бір стакан кофе ішемін. Яғни дәл сөйлеп жатырған кезде қабылдаған шешімімізді айту үшін біз will деген future simple'ды қолдандық. Немесе did you call Sue? No, I forget it. I will call her tonight. Сен Сюға хабарластың ба дейді? Жоқ, мен ұмыттым. Мен оған бүгін кешке хабарласам. Яғни ол шешімді жаңа сөйлеп жатырған кезде қабылдады. Соны айту үшін біз will деген конструкцияны future simple жағын қолданып тұрмыз. Немесе екінші, will'ды, яғни келер шақты біз қолданамыз personal opinion, яғни өзіміздің ойымызды айту үшін. Мысалға, I'm little hungry, I think I will have a sandwich. Менің қарным ашып тұр, мен сэндвич жеймін ау, яғни мен өзі ойымды айту үшін, қазір жегелі жатырғанды айту үшін мен future simple, яғни қарапайым келер шақты қолданып тұрмын. Немесе I don't think I will go out tonight, I'm too tired. Мен бүгін кешке бір жерге қыдыруға шығамын деп ойламаймын, себебі мен қатты шаршадым, яғни мен шықпайтын шығармын деп айтып тұрмын. Себебі бұл біздің өзіміздің ойымыз. Соны сипаттау үшін біз future simple жағын қолданып тұрмыз, яғни қарапайым келер шақты. Келесі үшінші жағдай will'ды қолданатын, яғни біреуге ұсыныс жасаған кезде, біреуге уәде берген кезде promises, prediction, бір нәрсеге болжам жасаған кезде біз will'ды қолданамыз. Мысалға, don't worry, I will help you with your homework. Уайымдама, мен саған үй тапсырмасын жасауға көмектесемін. Яғни біздің өзіміз ұсынысымызды айту үшін will'ды қолданып тұрмыз. Немесе I will love you forever. Мен сені мәңгілікке жақсы көріп өтемін. Яғни біздің өзіміздің уәдемізді айту үшін қолданып тұрмыз. Үшіншісі, you will be rich. Сен бай боласың, бай болуың мүмкін. Яғни сондай бір болжамымызды айту үшін біз will'ды қолданамыз. Сонымен бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.